Сәлем достар, бүгінгі тақырып балалы болмай тұрып әйел адам нені білу керек, сол турасында болады. Достар, балалы болмай тұрып әйел адам көп нәрсені ескеру керек. Жалпы мен балалы болмай тұрып бұл ақылды маған айтатын ешкім болмады. Менің түсінгенім, түйгенім, балалы болмай тұрып сен балалы болуға дайындалуың керексің. Яғни бала туралы кітап оқуың керексің, екіқабат кезіңде. Баланы тәрбиесі туралы кітап оқуың керексің, баланың дамуы туралы кітап оқуың керексің. Болмаса ютубтан, интернет желісінен қарауымыз керек. Негізі кітап оқыған дұрыс деп айтамын, себебі кітапта жан-жақты айтылады, интернетте қысқа да нұсқа айтылады, кітапта бір айтылғанда қайталап айтады, болмаса кеңінен жазады. Соны сен анық бәрін оқып шықсаң, өзің де жақсы болып қаласың да. Көп білімің болады. Сосын баланы стрессіз тәрбиелеу, баланы ұрып соқпай тәрбиелеу деген курстар бар қазір. Өте жақсы деп айтар едім ондай курстардың болғаны, бірақ мен ақша қимайтын ондай курстарға баруға. Мен ойлайтын бұл бір далбаса шығар деп. Бірақ оған ақша қимай, мен басқа нәрсеге қидым да. Менің үлкен қателігім болды сол. Декретте отырсаңыз, яки болмаса екіқабат болсаңыз, екіқабат болмасаңыз да бала бітуді жоспарлап жүрсеңіз, балалы болуды, онда оқи беріңіз деп айтар едім. Сондай кітаптарды оқып, сондай курстарға қатысып. Себебі біздің кезіміздегі тәрбие басқа, қазіргі тәрбие мүлдем басқа. Сосын зорлық зомбылықсыз, стрессіз бала тәрбиелеу жақсы ғой, өзіңізге де жақсы, өзіңізде де ашуланбай, мейіріммен бала тәрбиелесеңіз, Себебі бала тәрбиесі оңай емес, ашуланбайын десең де ашуланып қоясың. Мейіріміңді қатты бөліп жіберіп, бала мүлдем сені тыңдамай кетуі мүмкін. Болмаса мейірімін бөлмей қоймай, балаға внимание жетіспей өсіп кетуі мүмкін деген секілді. Сондықтан да сондай курстар болса, сондай кітаптар болса, міндетті түрде алып, көріп, қарап, оқу керек. Енді әлі балалы бола алмай жүрсеңіз, онда ол кезде де сол бала туралы кітаптар оқи беру керек. Неге? Себебі по-любому балалы боласыз, бала болуды жоспарлап жүрсеңіз, ойда болса. Сондықтан да сол нәрселерді оқып, барынша білім жинағаннан кейін балалы болсаңыз, ол өте жақсы. Себебі білімсіз бала туып өсіру, көпшілігіміз сөйтеміз, практически 99% деп айтсам қателеспеймін, біліміміз жоқ. Баланы қалай тәрбиелеу, қалай өсіру туралы көп ашуланып қоямыз, сол себепті де көп уақытты дұрыс пландамай жатамыз. Тіпті қарапайым нәрсе менде де бұрын болған, қазір оны жөндеп жатырмын. Баланың ұйықтау тәртібін дұрыстамаймыз ғой. Көп аналарды байқаймын, айттым ғой, менде де бұрында болған деп. Ол нәрсе түннің жарымына дейін баланы ұйықтатпау, түнгі 1-де 2-де ұйықтап, таңға 10-да 11-де мен идеальная мама емеспін деп тұрып алу, ол дұрыс емес. Ол өзіңіздің денсаулығыңыз кетеді, екінші баланың денсаулығы кетеді. Олай ұйқы қанбайды. Ең жақсы ұйқы қанатын баланың режимі 9-10-да жатқыздырып тастаңыз. Режим сақтау керек баланы. Мысалы, қарапайым нәрсе осыны білмей жатады. Өзіңіз де қазірден бастап, балаңыз болмаса да осы режимді сақтап үйреніңіз. Сізге жас кезде ол білінбеуі мүмкін, бірақ 30-тан кейін сіз кәдімгідей шаршай бастайсыз, уақытылы ұйықтамағаныңыз үшін. Сол себепті 9-10-да жатуға әдеттеңіз. Негізі күн батқанда жатып, таң атқанда тұру адамның денсаулығына өте жақсы екен. Яғни мысалы, оны ғалымдар зерттеп қойған әлдеқашан. Мысалы, мелатонин гормоны бөлінеді, бақыт гормоны деп айтамыз. Кешкі 10-да ұйықтау 10 мен 12-ге дейін өзі 4 сағат болып есептеледі екен. 4 сағат ұйқы қанғанда есептейді екенсің. Кешкі 10-да жатып, таңғы 5-те тұрсаңыз, сіздің ұйқыңыз қанып сергек тұрасыз, оңай тұрасыз. Таңғы 5-те таң атады, мысалы, рахат болады, 7 сағаттық ұйқы, сіз кәдімгідей рахаттанып тұрасыз. Сондықтан да, егер ұйқыңыз қанбай жатса, 9-да ұйықтасаңыз, онда тіпті керемет болып, күш-жігеріңіз мол болып, энергияңыз тасып, рахаттанып тұрасыз кәдімгідей. Сондықтан да сіздерге уақытылы ұйықтап, уақытылы тұруды кеңес беремін.
егер уақытылы ұйықтап уақытылы тұрмасаңыздар, осыны кәдімгідей қалыптастыруыңыз керек. Ол өзіңізге де балаңызға да керек. Сосын балалы болмай тұрып тағы нені жоспарлау керек? Ол ақша. Сіз ертең екі қабат болып, екі қабаттыңыз қиын өтсе, яки болмаса енді декретте отырып қаласыз, балаға әр түрлі тамақ жасап беру керек болады. Сатып алып беру дегенге қарсымын, жасап беру керек болады. Болмаса өзіңізде бала кейде ауырып қалады, басқа болып қалады, үлгермей жатасыз, тіпті тамақ істеп, ондай уақыт болады, баламен арпалысып жүр. Сол кезде бір тамақ сатып алып келіп отбасыңызға бере салатындай, өзіңіз жағдайыңыз болмай жатса, өзіңізге тамақ сатып алып жей салатындай, сондай болуыңыз керек. Өзіңізге сатып аларсыз, бірақ балаға істеп беру. Енді баланың тамағы ол 6 айдан басталады. Оған дейін балада смесь болмаса емшек сүті болады ғой. Смеске де мысалы ақша керек болады, оны да алуға. Егер сондай сместі мысалы барған жеріңіз алып бере алмаса, онда өзіңіз алуыңызға тура келеді. Сол себепті де ақша керек болады. Міндетті түрде депозитке сенбесеңіз, мен өзім сенбеймін, өзім жинай да алмаймын депозитке ақша. Сондықтан да наличка жинаңыз. Наличка кәдімгі теңгемен жинаңыз. Теңгемен ойбай құртып қоямын десеңіз, долларға айналдырып қойыңыз. Жартылай доллар, жартылай теңге болып тұрсын. Болмаса жоқ, мен ұстай аламын десеңіз, теңгемен тұра берсін. Себебі балаға құрту керек, балаға керек болады, жаңағы ол ақша, баламның киімі бар, тамағы бар деген секілді. Сол ақшаға жаңағы үнемдеп, дұрыстап пайдалануыңыз керек. Әр айда осындай құртам деп. Пособие жеткіліксіз болуы мүмкін, себебі балаға әр түрлі тамақтар жасап беру керек болады. Арнайы каша сатып аласыз оған кәдімгідей. Үйдегі бар затты бере беру керек қой деп біреулер ойлауы мүмкін. Енді жағдайыңыз болмаса, мүлдем арнайы жаңағы тамақтың құрамын сатып алуға, онда мал жоқ бересіз. Бірақ мен қызыма басында ботқа жегіздіре алмадым. Кәдімгі арнайы сатып алынған ботқаны жей алмадым, тақталап. Картошканы да онша көп жемейді. Сәбіз де онша көп жемеді. Ондай балалар болады, кәдімгі тамақ жемейді. Оған арнайы тамақ істеп берілмеді. Кәдімгідей интернеттен қарап, ақтарып, ізденіп, әртүрлі тамақтарды мен істеп беретін болдым. Бірақ ол тамақтар сіздің үйіңізде бола бермеуі мүмкін, ол ингредиенттер. Сондықтан да оны кейде өзіңіз бөлек сатып алып, балаңызға істеп беруіңізге тура келеді. Күйеуіңіздің жағдайы да жетпеуі мүмкін, мысалы сатып алып беруге деген секілді. Сондықтан да балалы болмай тұрып, өзіңіздің ақша болу керек қой өзіңізде. Айтып жатырмын ғой, алдындағы видеомда да айтып кеткен болатын, әр адам өзіне сену керек. Баланың денсаулығын сіз ғана ойлайсыз. Баланың денсаулығы тіпті күйеуіңізге де керек болмауы мүмкін. Өкінішке орай, ер адамдар өзін ғана ойлайды. Ер адамдардың барлығы практически эгоист болады. Ол бір 99%-дан 1% шығар баланы қатты ойлайтындар. Ал қалғандар өзінің жағдайы болса, өзінің тамағы болса, өзінің ұйқысы қанса болды, бала керек емес оларға. Олар ту деп айтуы мүмкін, бірақ қарайтын сізсіз ғой. Ми ашитын сізсіз, оларға бәрібір. Қызықтырмайды оларды. Сондықтан да балаға тіпті денсаулығына сызат түсіп жатса да, ой, қойшы, ақша құртып соған деп айтуы мүмкін. Себебі ер адамға бәрібір. Ол бала болмай қалса да, ол тіпті ол баланың болмай қалғанда жыламауы да мүмкін. Оған ол онсыз ақ өмір сүре, ол тіпті сізсіз ақ өмір сүре береді. Сондықтан да ойламаңыздар, мен әйел күйеуім бағады, күйеуім бәрін әпереді, бәрін әперем деп айта беру мүмкін. Адам не демейді, ешек не жемейді дейді. Барлық нәрсені адам айта береді. Адам бәріміз жақсылықты қалаймыз ғой, айтамыз, үйтеміз, сөз күйінде қалады. Іске келгенде барлығынан өле. Сондықтан да өзіңізге сенімді болып, өзіңіздің ақшаңыз болған дұрыс. Ертең баланың массажын жасатам десеңіз де, барлығымыз профессионалды түрде массаж жасай алмаймыз. Оқуын оқығанның өзінде де кейбір адамдардың оған икемі болмайды. Кейбір әйелдер тіпті массаж әйелдерін өзі қорқады екен баласынан жасауға. Бір жерін ауыртып қоям ба деп. Әрине ананың өзінің біліп алғаны дұрыс массажда. Бірақ дегенмен де қалтаңызда ақшаңыз болғаны дұрыс.
Достар, сіздерге бар айтпағым осы: балалы болмай тұрып осы нәрселерді біліп алсаңыз, өзіңізге де ертең өмір сүруіңізге жеңілірек болады. Көргендеріңізге рахмет.